Солай болса балалар, бүгін біздің тәжірибемізді бастамас бұрын достармен танысып алайық. Менің есімім Айман, Баласа тобының апайымын. Менің атым Айзан, мен 5 жастамын. Менің атым Жақынас, 5 жастамын. Атым Сыдай 5 жастамын. Менің атым Хамза, 5 жастамын. Өте керемет бала. Біз достармен танысып да. Солай болса балалар, бүгінгі тәжірибеміз өте қызықты тақырыпта өтіп келе отыр. Магниттің балалар, түсі қандай екен? Қара екен. Бұл тас екен, иә балалар? Оны қаншама ұнтақ сындырсақ та, оны кез келген ұнтағы, кез келген магнитке де немесе темір металдарға жабысады екен балалар. Ағаш, иә балалар? Жабыстырса, не қылады? Жабыспайды. Ал қасық ше? Жабысады. Себебі бұл темір металдан жасалған. Ендеше жабысады ма біздің ойыншығымыз? Иә. Өйткені ода темір металы бар, иә балалар? Айет оны тартып бара жатыр. Апайна машинасында да бар. Иә, көлікке. Енді балалар, мынау темір екен. Жабысты ма? Иә. Магниттің бізге пайдасы өте зор балалар. Терең сулардың астындағы бар қазба байлықтарды біз магнит арқылы тауып алуға мүмкіндік бар екен. Ендеше балалар, одан да басқа тәжірибелерімізді бастаймыз, иә балалар? Балалар, ендеше біз магниттің көмегімен қандай ертегі көрген жатырмыз? Қандай ертегі ұқсайды? Бауырсақ ертегісі. Балалар, жаңа мен сіздерге айттым, иә? Судың түбіндегі қазба байлықтарды магниттің көмегімен алуға болады деп. Ендеше сол тәжірибені жасап көрейік. Ал енді сендер мына алдарындағы құтыдағы ішінде қандай заттар бар екен, кәне магниттердің көмегімен алып көрсетіңдерші маған. Магнит бізге көмектесті ме балалар? Жарайсыңдар. Бұл біздің тағы бір тәжірибеміздің дәлелі. Балалар, енді біздің тәжірибемізде магниттің көмегімен мына түрлі түсті бояуларды осы ыдысқа жаға білеміз. Балалар, ендеше біз магниттің көмегімен қандай ертегі көрген жатырмыз? Бауырсақ ертегісі. Не сөйледі? Бауырсақ. Бауырсақ неден қашады балалар? Аю. Иә, сосын? Түлкі. Күлкіден қашады, дұрыс айтасың. Көрмеш бұл. Бауырсақты көрдіңдер ме? Жоқ. Қайда бауырсақ, балалар? Айтпаймыз, иә балалар? Керемет. Магниттің көмегімен осындай ертегі сомдауымызға болады екен балалар, иә? Бауырсақты біз түлкіге бермейміз. Осындай сандықша бар. Ішінде не бар екен балалар? Компьютер бар, иә? Енді осы компьютерді, қатты компьютерді сендерге берейін десе, осы құлыпты кілтінен ашайын десем, кілтін жоғалтып тұрмын. Қалай ашарымды білмей жатырмын. Сендер маған көмектесіңдерші. Осы сендердің алдындағы құтылардың ішінде шығар. Қане бәріміз менің көмегіммен табуға болады. Магниттің көмегімен іздеп көріңдерші, қапан сендер маған айтып бересіңдер. Біз компьютерге қол жеткізетін болдық. Көптеген мағлұматтар ала бастадық. Ендеше достарымызға Сау